алдымен тақырып өтпестен бұрын біз мынандай нәрсені қарастырайық. Бізде мынандай ойын сүйегі бар. Осы ойын сүйегін біз екі рет лақтырамыз. Әрбір лақтырған кезде неше шығады жоғарғы жағында, соны жазып отырамыз. Мысалы, бір рет лақтырған кезде ойын сүйегінде бізде шықты 5 деген сан шықты. Сосын екінші рет лақтырамыз, бізде шықты мысалы 3 деген сан. Сосын осы екеуінің қосындысын қарастырамыз. Осы екі шыққан санның қосындысын қарастырамыз. Бізде 8 болады. Келесі лақтырайық тағы да бір рет. Ол бізде шықты дейік, мысалы 1 шықты. Одан кейін мысалы 6 шықты. Екеуінің қосындысын қарастырамыз. Ол бізде 7. Біз енді қараңыздар. Есеп бізде мынандай болады. Ойын сүйегі 2 рет лақтырылды. Лақтырғаннан кейінгі шыққан сандардың қосындысы 8 болу оқиғасының ықтималдығын табу керек. 8 болу оқиғасының ықтималдығын табу керек. Ол үшін бізге алдымен барлығы қандай оқиғалар болуы мүмкін, соны тауып алу керекпіз. Біз өткенде сабақтағыны шығарып қойып, өткенде біз сабақта осындай нәрсені жазған едік. Барлық мүмкін оқиғаларды. Сонда бізде қараңыздар, ықтималдық ол бізде қосындысы 8-ге тең. 8-ге тең болатын оқиғаның ықтималдығын табу керек. Бізде барлығы қанша оқиға бар? Болуы мүмкін. Қанша оқиға болуы мүмкін? 36. 36. Жақсы. Енді қарайық. Бізге мына жерде бізге керек оқиғаларды табу керек. Қараңыздар. 8 болу үшін қандай сандар шығу керек? Кәне айтыңыздаршы, мына жерден белгілеп шығайық. 2 қосу 6. Так. 2 6. 2 мен 5 па? 2 мен 6. 3 пен 5. 6. 3 пен 5. 3 пен 5. 4 пен 4. 4 7. 5 пен 3. 5 те 3. Сосын мына шығу керек екен, иә? Сонда неше шықты барлығы бізде? 5. 5 екен. Сонда бізде қосындысы 8 болатын оқиғаның ықтималдығы 36-тан 5-ке тең екен. Жақсы, бұл біз бір мысал қарастырдық. Ал енді біз қараңыздар бүкіл жағдайды қарастырып көрейік. Бізде егер ойын сүйегін 2 рет лақтырған кезде қосындысы қандай шығуы мүмкін? Ең кішісі. Ең кішісі қандай шығуы? Мысалы, 1 шығуы мүмкін бе қосындысы? Айтыңдаршы, 1 шығуы мүмкін бе? Жоқ. 1 шыға алмайды. 2 шыға ала ма? Иә, бір реттік. Иә, міне мынау, иә? 3 шыға ала ма? Иә. 3 шыға алады. Тағы сол жақта 4 те шыға алады. Тағы сол жақта 5 те шыға алады. 6 шыға алады. 7 шыға алады. 8 шыға алады. 9, 10, 11, 12. 12. 12-ден аса ала ма қосындысы? Жоқ. Қосындысы 12-ден аса алмайды. Енді қараңыздар, біздің оқиғамыз осылардың біреуі болуы мүмкін. Яғни ойын сүйегін кез келген ретте 2 рет лақтырған кезде осы сандардың біреуі шығуы мүмкін. Енді осының барлығын мысалы жазып отпас үшін, мысалы бізде айтамыз ғой, мысалы 7 шығуы мүмкін, 9 шығуы мүмкін, 4 шығуы мүмкін. Онда осыны біз белгісізін біз x деп белгілейік. X деген санымыз осылардың біреуі болсын. X-тің орнында мыналардың кез келген біреуі болуы мүмкін. 12 болуы мүмкін, 7 болуы мүмкін. Біз оны әрқашан осы жазып отпас үшін бір әріппен белгілейік. Үлкен X әріпімен белгілейік. Латын алфавитін үлкен X әріпімен белгілейік. Енді қараңыздар, біз осы әрбір сан үшін, яғни мысалы 5 үшін, мысалы жаңа біз 8 үшін жаздық, әрбір сан үшін біз ықтималдығын табайық.
Ол үшін мен қазір мынандай бір кесте салайын. Мына жерге мен мына 2-ні жазайын. Мына жерге 3-ті жазайын, 4-ті жазайын, 5-ті жазайын, 6-ны жазайын, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, ну бізде мына артық кетіп қалды, өшіп қояйық. Ары қарай төменгі жағына сызайық былай. Ал астына сәйкес біз осы оқиғаның ықтималдығын жазайық. Мысалға, жаңа қосындысы 8 болу оқиғаның ықтималдығы бізде болды 36-тан 5-ке тең. Соны жазып қояйық. Ол бізде 36-тан 5-ке тең болды. Біз енді қараңыздар, қалғандарының ықтималдығын табу керекпіз. Соны тез арада тауып шығайық. Бізде бөлшектің бөлімінде әрқашан 36-ға тең болады. Мысалы, 2 болуының оқиғасының ықтималдығы неге тең? 2 дегеніміз, ол бізде қандай жағдайларда болуы мүмкін? 36-тан 2. Бірге. Нешеу болуы мүмкін? 36 бөлінген 1. Я 36-тан 1. Бізде астында 36 болады, үстінде тек 1 болады. Бұндай бізде 1 өкінік. Жақсы, енді 3 болуы ықтималдығы. Ол бұндай бізде нешеу бар бұнда? 1 бар. Не, 3 шығады қосындысы. Тағандай бар. 1 мен 2-ні қосқан кезде 3 шығады. Тағы қайсыны қосқан кезде 3 шығады? 2, 1. Дұрыс, 2, 1. Сонда нешеу екен? 2. Демек, 36-тан 2 болады. Ал 36-та 2-ні қысқартса, неше шығады? 36-та 2-ні қысқартсақ? 18-ден 1. 18-ден 1. 18-ден 1. Жақсы. Енді қосындысы 4 болу оқиғасының ықтималдығын жазайық. Онда бізде нешеу бар ондай? 3. 1, дұрыс. 2, 36-тан 3. Дұрыс. Сонда 36-тан 3, оны қысқартамыз, неше шығады? 12-ден 1. 12-ден 1, дұрыс. Так, 5 болу қосындысы. Ол бізде 1, міне 5 болады қосындысы. 2, 3, 4, дұрыс. Қысқартайық, неше шығады сонда? 9-дан 1. 9-дан 1. Енді қосындысы 6 болу оқиғасының ықтималдығы. 1, 2, 3, 4, 5. 5, е? 5. Сонда бізде қысқармайды, ол бізде 36-тан 5 болып тұра береді. Ал 7 болу оқиғасының ықтималдығы ше? Нешеу екен? Міне бар 7 шығады, 7 шығады қосындысы. Дұрыс, 6 екен. Так, сонда бізде болады 36-тан 6, оны қысқартқан кезде неше шығады? 6-тан 1. 6-тан 1. 6-тан 1, дұрыс. Енді қараңыздар, ары қарай жалғастыратын болсақ, уже бізде ол симметриялы түрде кетеді екен. Симметриялы түрде. 36-тан 5 болады, одан кейінгісі 9-дан 1 болады, 12-де 1, 18-де 1, және 36-та 1. Егер сенбесеңіздер, өздеріңіз көзеткізуіңізге болады. Енді қараңыздар, екінші жолда бізде ықтималдықтар тұр. Оны біз P дейік. Бірінші жолда ол бізде мына сандарымыз тұр. Оны біз X деп белгіледік, үлкен X-пен. Енді қараңыздар, мына салған кестеміз үлестірім заңы деп аталады. Үлестірім заңы деп аталады. Ал мына жердегі X-тің жолында тұрған сандарымыз және осы X әрпін, жалпы X әрпін айтады кездейсоқ шама деп. X-ті кездейсоқ шама деп айтады. X ол бізде кездейсоқ шама. Неге кездейсоқ шама деп айтылса десеңіз,
Ол қараңыздар, x ол бізде кез келген мәнді қабылдай алады. Ол 2 болуы мүмкін, ол 7 болуы мүмкін. Ол өйткені бізде былай айтқан кезде тұрақты емес. X-ның орнында кез келген сан болуы мүмкін. Сонымен қайталап өтейін. Мына кестеміз, біздің кестеміз. Ол бізде үлестірім заңының кестесі. Яғни үлестірім заңы берілу үшін сіздерге мына бір кездейсоқ шама берілу керек, және әрбір кездейсоқ шамаға ықтималдығы жазылу керек. Сонда бізде үлестірілім заңы құрастырылды деп айтылады. Енді қараңыздар, кездейсоқ шаманың екі түрі бар. Қараңыздар, кездейсоқ шаманың екі түрі бар. Ол үзіліссіз кездейсоқ шама және дискретті кездейсоқ шама. Дискретті кездейсоқ шама деп, ол мысалы бір жеке бір элементтерді алған кезде айтылады. Мысалы жаңа сияқты бізде 2 болды, 3 болды, 4 болды, тағы сол сияқты ең соңғысы бізде 12 болды. Мысалы жеке дара осындай бір элементтерді алады. Сонда бізде дискретті кездейсоқ шама болады. Ал үзіліссіз ол бізде мысалы белгілі бір аралықтар. Мысалы 0 мен 5-тің арасы дейік. 0 мен 5-тің арасында бізде қараңыздар, аралық үзіліссіз. Осы аралықтан кез келген бір элементтерді алуға болады. Немесе мысалы ретінде мынандай спидометрді алайық. Спидометрді алсаңыздар, мына қызыл стрелка бізде үзіліссіз жүгіріп отырады, мына аралықта бізде. Мына аралықта үзіліссіз жүгіреді. Осы аралықта кез келген бір мәнді қабылдай алады. Мысалы 80 км сағатына, 81 км сағатына мына қызыл стрелка бізде үзіліссіз жүгіреді. Немесе мынандай бізде градусник. Градусникта да бізде көрсеткіш үзіліссіз жүгіреді. Ол бізде былай секіріп жүрмейді. Бір мәннен екінші мәнге секіріп жүгірмейді. Так, осындай нәрсе бізде. Енді біздің көп өтетініміз, ол бізде көбінде мына дискретті кездейсоқ шаманы өтеміз. Енді мысал қарастырайық. Бізде бір оқушы бар. Осы оқушының 3 емтиханды сәтті тапсыру оқиғасының ықтималдықтары берілген. Мысалы, бірінші емтиханды сәтті тапсыру оқиғасының ықтималдығы 0,8. Екінші емтиханды сәтті тапсыру оқиғасының ықтималдығы 0,7. Үшіншінікі де 0,7-ге тең екен. Енді бізге айтады. X кездейсоқ шамасы ол бізде оқушының сәтті тапсырған емтихандар санының үлестірімдік қатарын тұрғызыңыздар дейді. Жақсы, бастайық. Шешу. Алдымен біз түсініп алайық. Қандай оқиғалар болуы мүмкін бізде? Бізге керек сәтті тапсырған. Қараңыздар. X. Ол бізде, қараңыздар, бірінші емтихан бізде былай жазып қояйық. Мына жерде бізде бірінші тұрсын, мына жерде екінші тұрсын, мына жерде үшінші тұрсын. Қараңыздар. Ол неше емтиханды сәтті тапсыру мүмкін? Алдымен. Неше емтихан? Иә, үшеуінде сәтті тапсыру мүмкін. Мысалы, мынадан. Онда оның ықтималдығы бізде осы үшеуінің көбейтіндісіне тең болады. Біз былтыр өттік. Сонда бізде үшеуінің үш емтиханды сәтті тапсыру ықтималдығы осы үшеуінің көбейтіндісіне тең. Ол бізде, естеріңізде болса, біз оны жазған едік былай. P1, P2, P3 дейтін едік. Сосын P1 сызықша, P2, сосын P3 сызықша деп осылай есепте шығарған едік. Бізде дәл сондай жағдай қазір. Енді қараңыздар, сонда үшеуінде сәтті тапсырады. Демек, осы сандарды көбейтейік. Ол бізде болады 0,8,
0,7 көбейту 0,7. Осы үшеуінің көбейтіндісі. Қазір осыны есептейміз. Так, енді қалай тапсыру мүмкін енді басқаша? Сәтті қалай тапсыру мүмкін? Нешеуін сәтті тапсыру мүмкін? Екеуін сәтті тапсыру. Ол қалай болуы мүмкін мысалы? Екеуін дегенде. Айтыңыздаршы, қандай жағдайлар болуы мүмкін? 0,8 көбейту 0,7. Так, 0,8 көбейту 0,7 ма? Мысалы, қараңыздар, ол қалай болуы мүмкін? Мысалы, мына жағдайда бірінші емтиханды сәтті тапсырады, иә? Екінші емтиханды сәтті тапсырады. Ал үшінші емтиханды, мысалы, тапсыра алмай қалады. Осындай жағдай болуы мүмкін. Мысалы, екі сәтті оқиға. Мысалы, қандай болуы мүмкін басқаша тағы? 0,7 көбейту 0,7. Жоқ, оны айтып тұрған жоқ. Мысалы, мына жерде айтамын, галочкалар айтып тұрмын. Галочка мен крестиктарды айтып тұрмын. Қалай болуы мүмкін? Или бөлу. Біріншін тапсыра алмайды, 2 мен 3 тапсырады. Біріншін тапсырады, 2-ні тапсырмайды, 3-ні тапсырады. Иә, осылай болуы мүмкін. Бірінші мен 3-ті жақсы тапсырады, ал екіншіні тапсыра алмай қалады. Енді басқаша қалай жағдай болуы мүмкін енді? Біріншін тапсыра алмайды. Енді біріншіні тапсыра алмайды, қалған екеуін жақсы тапсырады. Енді осылардың ықтималдығын табайық. Қараңыздар. Сонда қалай болады мына жерде? 0,8 көбейту 0,7 көбейту нешеге деп ойлайсыздар? Мынаны қалай жазамыз? Крестиктің орнына. Ол тапсыра алмағаны қалай болады? Қандай оқиғаға тең болады тапсыра алмағаны? 0. Жоқ, мысалы қараңдар. Ол мысалы 70%-ке ол тапсыра алады, ықтималдығы. Ал неше процентке ол тапсыра алмайды сонда? 30%. Сонда 0,7, мынау бізде 0,3 болады. Сонда бізде үшіншісін тапсыра алмайды, ол яғни бізде 0,3-ке тең. Келесі, қалай болады? 0,8 көбейту 0,3 көбейту 0,7. Дұрыс, 0,7. Одан кейінгісі? 0,2 көбейту 0,7 көбейту 0,7. Дұрыс. Енді қараңыздар. Бұл бізде бірінші жағдай, бұл бізде екінші жағдай, бұл бізде үшінші жағдай. Енді осылардың ықтималдығын табу үшін біз әрқайсысын тауып алдық. Енді соның барлығын біз қосамыз. Мына жерге қосу. Соның шыққанын жазамыз. Так, енді бізде қараңыздар, үшеуін сәтті тапсырды мына жерде. Мына жерде екеуін сәтті тапсырды. Енді нешеуін сәтті тапсыру мүмкін? Біреуін. Енді тек біреуін. Ол қандай жағдайлар болуы мүмкін? Біреуін сәтті тапсырған кезде. Тапсырады, потом XX. Дұрыс. Потом қалай болады? Тапсырмайды, потом тапсырады, и тапсырмайды. Аха, сосын? Тапсырмайды, и тапсырады. Аха, дұрыс. Енді осыларды есептейік. Сонда қалай болады мына жерде? Тапсырса ол қалай, неге тең ықтималды біріншіні? 0,8. Сосын? 0,3, 0,03. Аха. Так, одан кейінгісі? 0,2, 0,7, 0,3. Аха, одан кейінгісі? 0,2, 0,3, 0,7. Жақсы. Так, енді осының барлығын біз қосамыз. Шыққан санымыз осы бізде ықтималдыққа тең екен. Тек бір рет тапсырған. Так, енді тағы бір жағдай бар. Ол қандай жағдай? Нешеуін сәтті тапсырады? Нешеуін сәтті тапсырады? Иә. Яғни неше рет сәтті тапсырды ол? Ешқайсысын? Иә, дұрыс. Ешқайсы демек 0 рет тапсырды. 0-ін сәтті тапсырды. Ол бізде сонда үшеуде мынандай крестик. Так, онда оның ықтималдығы неге тең? 0,2, 0,3, 0,3. Дұрыс. Так, қане, енді бізде уақыт алатына тек мынаны есептеу. Тез есептей қойды. Сіздер маған көмектесіңіздер. Сіздер, так, мына екіні біреулеріңіз есептеңіздер. Мадияр, сен екіншісін есепте, бірді Камила есепте, мына соңғысын, так, мен айтайын, кім тұрмында? Асия, сен соңғысын есепте.
Кәне есептей қойыңдар, сосын маған жауабын айтыңдар. Мен бірінші есептей берейін. 0,8 көбейту 0,7 көбейту 0,7. Менде шықты 0,392. Кәне, Мадияр, неше шықтыңдар? 0,10 мыңнан 434. 10 мыңнан 434, осылай ма? 4. Иә. Бір, мынау Камил неше шықты? Асия неше шықты үшіншісінде, соңғысында? Қазір. 0,18. 18 осылай ма? Аха. Жақсы, енді Камила, кәне. 156. 0,156. 156. Так. Жақсы. Бізде бір жерде қате бар, жайтын қасы, сосын анықтаймыз. Енді қараңыздар. Бізде кейісоқ шамамыз, x-міз, ол бізде 3 рет сәтті тапсырды, 2 рет сәтті тапсырды, және 1 рет сәтті тапсырды, немесе ешқайсысын сәтті тапсырмады оқиғалар болуы мүмкін. Біз аяқ, үлестірім заң. Так, кесте бізде біріншісінде 0 рет тапсырды, сәтті. Екіншісінде ол бізде 1 рет кәнек сәтті тапсырды. Одан кейін мұнда 2 рет кәнек сәтті тапсырды. Және 3 рет кәнек сәтті тапсырды. Енді әрбір осы оқиғаның ықтималдығы бар бізде. Мысалы, біріншісі ол бізде 0,392-ге тең. Так, жоқ, мен шатастырдым. Ол менде мынау 0,018-ге тең. 1 рет кәнек сәтті тапсырған кезде ол міне мынау бізде 0,156. Одан кейін мынау 0,0434. Мадиярнан тексересің ғой деймін, сенде мына жерде қате кеткен сияқты. Жай болады 0,434. Бәсе 434. Так, ал 3 рет тапсырған мынау екен. 0,392. Қараңыздар. Бізге айтылды үлестірім қатарын, яғни үлестірім заңын тұрғызыңдар деді. Осы бізде жазғанымыз үлестірім қатары. Енді қараңыздар, біз тексерейік, біздің шығарғанымыз дұрыс па екен. Оны тексеру үшін былай тексересіздер. Мына ықтималдықтардың қосындысы бізде 1-ге тең болу керек. Тексеріп көрейік. Қараңыздар, 0,... микрофоны. Смотри. Алло? Так. Тексерейік. 0,118 қосу 0,156 қосу 0,434 қосу 0,392 тең 1 шықты. Яғни біздің есептеп шығарғанымыз, жалпы есептеп шығарғанымыз толығымен дұрыс. Бізде мұның барын қосқан кезде 1 шықты. Демек, мынау бізде есептің жауабы. Есеп аяқталды.